көрермендер, бүгінгі видеода батат қазып жатырмын. Биогумусқа егілген. Жана бір несін жұлып алдым. Мына жерде 4 түйнек тұр әлі, қазылмаған. Астын қазып атсам, короче, бұл жерде бір гигантский бір тамыр шығып жатыр ғой. Осы батат деп не қылады. Бұл өсімдік жақсы екен. Қазір өзім түсіріп видеоға өзім қазайын десем маған ыңғайсыз болып тұр. Жалпы аккуратно барлығын шығарып алып, сосын сіздерге көрсететін болам. Бір түптен қанша шыққаны. Жана мына шеті сынып қалды енді. Тартсам сынып қалды. Видео қызықты болайын деп тұр. Көктемде батат еккенмін. Өте жақсы өсімдік екен. Бірақ дәмін әлі осы күнге шейін көрген жоқпын мен. Құдай қаласа пісіріп, дәмін көріп, не қылатын боламыз. Мінекей. Мен қазып атқан жерді көрсет. Наяқты көрсет. Мағжан деген, наяқты көріп тұрсың ба? Наяқты көрсет. Мағжан балам маған жәрдемге келді. Құдай қаласа қазып атырмыз. Бір түптен шыққан. Жаңа қатты тартатын болсаң, дұрыстап түсірсе, ек қолдап. Ек қолдап мына жерді көрсет. Қатты тартатын болсақ, батат сынып жатыр. Бізге бүтіндей керек жалпы. Егер жер жұмсақ болса, жаңағыдай ол тамырын жая береді екен. Сондықтан Құдай қаласа ендігі жылы таза биогумусқа егіп, осы үлкендеу жасап ексем ба деп жатырмын. Енді бұның дәмін көреміз. Құдай қаласа. Сар топырақ жақа ол несін тамырын салмаған екен. Тек қана осы биогумус. Аяғыма тастамасы ғой. Мақұл, тастамайым. Биогумус тұрған жерде аяғым кіргенді көріп. Кейін қағаз саламыз ғой, видео түсіріп жатырмыз. Осы жерде тамыр жүйесі жақсы дамыған екен. Көрініп жатыр ма? Не түсіріп жатырмыз? О, міне қара, нан түсір. Қандай әпке ұқсап қалған бұл? Құла. Құла? Охо. Шамамен 1 килодан асады ау. Мынау ше? Видеоға түсір. Жыланға ұқсап қалды. Жыланға ұқсап, видеоға түсір. Мына жина. Және мына біреу бар екен. Мағжан, сенен оператор шықпады ау. Түсірсей мына нан түсірсей, сенің жұмысың соны түсіру, қазу емес. Алады, қатты тартуға болмайды. Қатты тартуға болмайды. Мына видеоға түсір. Әкең қаза берсін, сен әкең жәрдемші. Оқты, астына қарай кетіп қалған ғой бұл. Бұны егуді түсіндік біз енді. Жерді жұмсақ қылу керек, және сәл көлемді қысақ, ол жақсы өнім береді екен. О, сынып көрдің ба? Нан түсір. Әбден қысылып еғіп атыр. Мінекей. Мен аяқты күрекпен ба қазу керек сияқты ғой. Астында тамыр қақ біткен болса. Аламаймыз оны. Жоқ. Мына жақта бір кішкентай бір нәрсе бар сияқты. Жалпы бұл бататты өте пайдалы өсімдік деп айтып жатады. Маған бере саңыз, рахмет. Бізде бір түптен жалпы осынша батат шықты. Шамамен 1 кило дейік, 1,5 кило шығады шамамен. Үшеу қосылып, жалпы бір 3 кило шыққанның өзінде көтеріп көр. Жалпы 2000-нан болғанның өзінде бір 6000 теңгелік өнім. Құдай қаласа. Баршаға видео ұнаған болды деп есептеймін. Видео ұнаған болса лайк басыңыз, подписка жасаңыздар. Келешегі мына жердегі бататты да жай-жай шығарып, не қылам ғой, қазып. Қазір пробасына көрейін деп атқан, міне біреу жатыр даже. Яқта бірінші түпте бастамасы өте огромный болайын деп тұрмын. Қараңыздар. Өте үлкен. Түйін. Оны қазамыз қазір.
Баршаға амандық болсын, сау саламат болыңыздар. Баршаға рахмет.